Кәсіпкер, құрметті команда миллион курсының студенті, мінекей сізбен ең алғашқы видео сабаққа сізбен жолығып отырмыз. Бұл видео сабақта мен сізге команда миллион курсының оқу жоспарымен сізді таныстыратын боламын. Яғни алдағы уақытта біз сіздермен қандай тақырыптарды өтеміз, және ол сабақтар не үшін біз оқуымыз керек. Соның барлық мақсатын, мазмұнын осы видео сізге түсіндіріп беретін боламын. Енді қараңыз, жалпы біз нарықта 6 жыл болды. Мен өзім жалпы сетевой бизнестің кәсіпкерлерін оқытып, табысқа шығуына көмектесіп жүргеніме 6 жыл болды. Ал мінекей құрметті кәсіпкер, сізді кезекті сабақта көргеніме қуаныштымын. Бұл сабақтың тақырыбы ақша каналын ашу деп аталады. Жалпы ақша каналы ашық адамдарда ол адамдарға яғни ақша көп мөлшерде және тұрақты түрде келеді яғни. Ал ақша каналы жабық адамдарда ол адамдарға яғни ақша бірде бар, ол адамдарда бірде ақша болмайды. Бірде вообще ақша таба алмай қалады айтқанда. Осының себебі неде? Бүгін соны анықтайтын боламыз бұйырса. Садақа. 5 теңгеде ол да садақа яғни. Түсінікті ғой? Истихфар бұл жаңағыдай өзіңіз күнделікті былай айтқанда Алладан кешірім тілеп жүру, яғни күнәларыңды тазартуды, жүрегіңіздің тазалауын Алла тағаладан сұрап жүру күнделікті. Түсінікті ғой, тәуба деген жасап жүрген күнәңізді тоқтатып тастау ғой, болды. Болды, Алла тағала мен мына күнәні жасап жүргем, болды, мен бүгіннен бастап мен бұл күнәлерді жасамайын болды. Все. Өйткені сіз просто өзіңізді өзіңіз ағыр банкротқа кіргізіп жатсыз деген сөз. Жалпы осы ақша каналын ашу деген осы, міне тәубаға келесіз, истихфар жасайсыз, садақаңыз. Мен мына жерде осындай жаман ғайбат айтып қойдым яғни. Кешірім сұраймын. Болды, енді мына сөзді мен енді айтпаймын. То есть мойындау айтқаныңды Алла тағаланың алдында әрине, мойындайсыз, сосын Алла тағалаға уәде бересіз. Болды, мен бұны орындамаймын. Сіз кешірім сұрайсыз, Алла тағала сен кешірім сұраймын, осы менің тәубемді қабыл ет. Сен мен тәубемді қабыл етпей, өзіңнің назарынан мені алыстатпа. Менің жағдайым өте одан да арман қиын болып кетеді. Деп, яғни біз кішкене Алла тағаланың алдында, яғни адайды ғой, барынша өзіміздің жаңағы әлсіз екенімізді көрсетуіміз керек. Яғни Алла тағаланың бірнеше рет кеттім ғой. Енді садақа, яғни садақа бұл сізге садақаның, яғни садақаны қалай жасау керек? Аз және енді садақа. Енді садақаны қалай жасау керек? Садақаны жасаудың ең дұрыс жолы сіз яғни аз бересіз және үздіксіз бересіз ғой. Осы ең дұрыс. Өйткені садақаның нақты мынандай мөлшері жоқ. Осындай болу керек деген нәрсе жоқ. Мына зекеттің өзінің пайызы бар былай айтқанда. Ай сайын жылына өзіңіздің